Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге грибной сливочный суптың рецептісін ұсынамын. Лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Қажетті құрамдар: саңырауқұлақ 200 грамм, свежий саңырауқұлақты қолдандым. Енді болмай жатса, енді маринованный саңырауқұлақты да қолдансаңыздар да болады. Картоп 3 дана, осақтап туралған пияз 1 дана, осақтап туралған теркадан өткізілген 1 штук сәбіз, сүт 100 грамм, сүт болмаса сливки қолдансаңыздар да болады. Сливочный сыр, өсімдік майы 100 грамм, тұз бұрыш дәміне қарай, және де ас көк осақтап туралған. Қайнап тұрған 2 литр суымызға картопымызды саламыз. Дайын болғанша пісіріп аламыз. Қызып тұрған табағымызға өсімдік майымызды құямыз. Содан кейін пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. Содан кейін сәбізімізді қосамыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Дайын болғанша қуырамыз. Ал енді дайын болған сәбізімізбенен жуамызды, пиязымызды, яғни картопымызға қосамыз. Қалған өсімдік майымызды табамызға құйып, саңырауқұлақтарымызды қуырып аламыз. Егер сіздерде маринованный саңырауқұлақ болса, оны ондай қуырып алмайсыздар. Сразу картопқа қоса бересіздер. А біз свежий саңырауқұлақтарымызды қуырып алдық та, дайын болғанша. Содан кейін картопымызға қостық. Енді араластырып аламыз, жақсылап. Содан кейін сүтімізді қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін сливочный сырымызды қосамыз. Мен кішкентай сливочный сыр қолдандым. Ол жеткілікті деп санаймын. Дәміне қарай енді қосасыздар. Содан кейін дәміне қарай тұз және де бұрыш қостым. Тағы да араластырдым. Содан кейін бетін жауып қойдым. Қайнағанын күтеміз. Осылай қайнай бастаған кезде ас көгімізді саламыз. Ас көк салғаннан кейін газымызды өшіріп, бетін 10 минуттай жауып тоңықтырамыз. Біздің сливочный субымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар, сіздерменен болған Наргиз.